Мені алып жатқан суроо осы жасыңызда шетел университетінде оқуды не үшін таңдадыңыз деген. Сайлансаңыз, сіз 5 жасар балаңызды таслап кетуге көзіңіз қия ма деді. Демек бүгін мейманда Гүлсәнем Курбанова, Гүлназ Гударова. Ұлыбритания мемлекетінде Бристол университетінде магистратура басқышын оқып келдім. Әрбір білім алушы оқушының келешекке болған инвестициясы. Зор кетіріңіз ғой бірақ. Мошни сөйлеп кетір едің. Британ университеттерінде оқу тәжірибесі сізге қандай жаңа қарас һәм жауапкершілікті жүктеді? Өзіміздің университетлерде, яғни бесплатно магистратурада оқу имканияты жаратылған. Сион келдейшін, ес? Сіздер екеуіңіз барып бір санаторияға бір апта жатып алың негізі. Хамиге сәлем, бұл Күнде лайк подкасты, ал мен бастаушыңыз Перизат Аяпергенова. Бүгін Күнде лайк подкастында хафли бұрылыш десек те болады. Бүгін тұрмыс хақында емес, аял қызлар өмірі, жеке өмір, келінлік дәуір, қайнене, қайнаталар хақында емес, ал бүгін білімдендіру саласындағы аял адамның орны хақында сөйлесеміз. Демек бүгін мейманда Гүлсәнем Курбанова, Гүлназ Гударова. Олар хақында қазір менде жүдә толық мағлұмат бермеймен, сіздермен бірге ықыласпен болып, бірге естеміз. Мархамат, өздеріңізді таныстырсаңыз болады. Қош келіпсіздер. Рахмет. Ассалаумалейкум баршаға. Менің атым Гүлназ Гударова. Мен қазірде Әл-Хорезми Қанигілескен мектебінде инглиз тілі пәні оқытушысымын. 2021-2023 жылдар аралығында Элюртумиды фонды арқалы Ұлыбритания мемлекетінде Бристол университетінде магистратура басқышын оқып келдім. Жақсы. Менің атым Гүлсәнем Курбанова. Менде қазір мес Гүлназбен біргелікте Әл-Хорезми мектебінде инглиз тілі пәні ұстазы болып істеп келмектемін. 2022 һәм 2023 жылдар аралығында Ұлыбритания мемлекетінің University of Reading'да магистратура басқышын тамамлап келгенмін. University of Reading, University of Bristol мәнілері не өзі? Ұлыбританияда тек арнан университеттерге сол қаланың аты беріледі екен. Бристол қаласында жайласқан үшін университет University of Bristol деп айтылады. Біздікі сондай, Рейдинг қаласы бар, яғни Лондон центральный город болса, Рейдинг Лондонға 20 минутлық жол болып есептелінеді, һәм сол Рейдинг, яғни сол қаласына атына қойылған. Екеуіңіз екі қалада оқығансыз, бірақ бірдей уақытта оқыдыңыз ба? Мес Гүлназ менен алдын кеткен, өзі екі интейк болады, яғни September intake һәм January intake, яғни Мес Гүлназ сол September intake'та оқып, жақсы тамамлап келді. Элюрт фонды бар екенінде білмейтін жастарымыз көп та. Оларды сіз қалай анықлағансыз, қалай оған қатынасқансыз, сол бір басқышыларды айтып берсеңіз. Балалық уақытында телевизордың алдында отырған уақытымызда, ол уақытта Элюрт фонды емес, Умид фонды еді. Яғни сол оқушыларды, сол шетелден оқып кетірген оқушыларды күтіп отқанын көргенмін. Ол дәуірде 9-10 класс бедім, 8 бедім. Сөйтіп, ол Америкада оқып кетірген екен. Мен де құда қалесе сондай фонд арқылы бір шетелде оқып келемен деген не пайда болған. Сол дәуірден басылап біздер менде университетте кіргенімізден кейін Мес Гүлназда да сол зат пайда болған шығар деп ойлаймын. Сөйтіп біргелікте сол неге тапсырып, ауметлі өтіп оқып қайттық. Екеуіңіз бір группада оқыдыңыз. Мақсатларыңыз де бір. Қандай жақсы. Элюрт Умиды фондының шөлкеместіруде мемлекет жастар үшін қандай стратегиялық ахметке ие деп ойлайсыз? Ең басты стратегия меніңше, яғни бұл жерде әрбір білім алушы оқушының келешекке болған инвестициясы. Яғни бұл жерде Элюрт Умиды фонды әрбір тапсырып атқан талабанға белгілі мықтарда инвестиция ажыратады, һәм сол инвестицияны ертең келешекте оқушы бакалавр болсын, немесе магистратура, немесе докторантурада оқып келген әрбір талабан алынған инвестиция, берілген инвестицияны мемлекетіне есесімен қайтарып беруге харекет қылады. Яғни ол әр түрлі тарауда ол мемлекетке өзінің экономикасына, яки болмаса инвесторларды шақыруына көмек береді, яғни медицина тарауы болсын, яки болмаса тәлім тарауда болсын, яғни сол оған ажыратылған инвестицияны
мамлекетке кайтарады. Біздің подкастымыз ықыласмендердің арасында өзі Эллиот фонды не ол деп түсінбей отырғандар бар да. Толықлай айта аласыз ба? Эллиот фонды бұл тикарынан шетел университеттерінде оқу имканиятын беретін фонд болып есептелінеді. Бұл фондтың бір жақсы тарапы бүткілей мемлекет есебінен қаржылар қапланады. Һәм бұл сондай имканиятларды беріп жатырды. Әрбір еліміздің ішіндегі қалеген бір абуай шаңырақтың, например, перзенті шетелде оқу имканиятына ие һәм келіп өз мемлекетіне үлесін қосып реформалар жаратуда активно қатынасуға жол ашып беруші имканият. Главный мақсат анық болса болды, иә? Харекет тынық болса, әлбетте. Енді бұны қалай ұтып алса болады? Бұл жарыс па, таңлау ма, яки қандай да бір шығармалар жазу керек па, не істеу керек? Эллиот фондының өзіне жараса талаплары бар. Яғни басқышлары 3 басқыштан ібарат болады. Бірінші нәубетте, яғни белгіленген уақыт аралығында, яғни веб-сайтында өзінің белгіленген документлерді жүктеу керек. Бірінші нәубетте сол тапсырушы талабанға шетелден, яғни мұратнама келу керек. Бұл оффер болып есептелінеді. Һәм қалеген өзінің дүния жүзі бойынша қалеген топ 300-лікке кірген университеттен, яғни бірінші нәубетте оқушыда мұратнамасы һәм IELTS болу керек. IELTS 7,5 мен 8 болу шарт емес. Яғни ол оқушыда 6 емаса 5,5 менен сол қалеген мемлекеттен сертификатты болып, сол мұратнаманы алса, бірінші этапы, яғни сол документлерін жүктейді, керекті документлерді. О документтің ішінде һәм жазба шығармасы болады, өзбек тілінде болады. Бірінші белгіленген конкурстан кейін екінші этапқа өтіледі. Хужетлерде таңлаудан өткен оқушыларды уже тест басқышына шақырады. Бірақ бұл жерде де және бір имканият бар, яғни тест басқышына қатынаспаудан болады, егер оларда SAT сертификаты, жаңылыспасам, бар болса, сонда олар турдан туры сәубет басқышына өтіп кетеді оқушылар. SAT деген сонда ол тестларды алдын шешіп болған болады ма? SAT IELTS ұқсаған халықаралық тест сертификаты болып есептелінеді. Онда математика һәм инглиз тілінен өз білімдерін балалар сынап, сол сертификатын жүктелсе, турдан туры сәубет басқышына өтеді. Үшінші басқыш бізде? Бұл сәубет болады, 2 ханада болып өтеді. Біріншісі бір ханада билет алынады, яғни 5 сұрау болады, билетке сұрауға жауап беру керек. Һәм екінші ханасында ол жерде, яғни өзара сондай еркін сәубет болады, яғни оқушының психологик дәрежесі қалай, таяр ма, таяр емес па, қандай жаңағы оқып келуден, яғни алдыға қойған мақсатлары қандай, ол мақсатларға қалай ерседі, университет хақында қандай информацияға ие, оның ішінде оқытылып жатырған сабақтылықтары қандай, солар хақында толық сұралады һәм студенттер, талабалар жауап беруге харекет етеді. Сол уақыттағы екеуіңіздің де сол 5 сұрау ядыңызда ма? Шеде қысқы сұрау болды. Ол жерде меніңше логиканы іске қосатұғын, психологиялық, рухи жақтан сұраулар болған шығар, иә меніңше? Логикалық сұраулар еді. Ең ұнаған 2 сұрауда қайтып жауап бердіңіз? Мені алып жатқан сұрау сол жасыңызда шетел университетінде оқуды не үшін таңдадыңыз деген. Енді расында мұндай жас емеспіз, бірақ сол уақытта екіленбестен жауап бергенмен, міне осы имканият келді, жасыңыздан қат'i назар шетел университетінде оқуға сіздерге жол ашылып жатыр деген нәрсе мені сол жасымды шектеу болып қалады деп есептемастан турдан тур тапсыруға мотивация болды. Сол жерде азғантай албырағанмын, бірақ қуанып не алғанмын енді жауап бергенмен оған. Сізде? Менде һәм жүдә қызықты оқиғалар болды сәубет уақытында. Себебі 15 адамдай отырады һәм һәр түрлі тараудан өзінің кәсібінің мамандары отырады. Һәм бір сұрау ең қызықарлы деп ойлаймын. Мен 3 баланың анасымын һәм сол жерде балам 5 жас еді сол уақытта. Сөйтіп сол сұрағаны, яғни сіз егер сол неден өтіп кетсеңіз, сайлансаңыз, сіз 5 жасар балаңызды таслап кетуге көзіңіз қияма деді. Сөйтіп үйіңіздің іші қайнене қайнаталарыңыз қарсы қылмай ма деді. Мен айттым, иә, Ташкентке көп келемін, Ташкентте көп оқимын. Һәм біздің
семья ағзалары ешқандай тосқындық көрсетпейді. Балаңыз 1 жыл көрместен жыламайсыз ба деген сұрау болды. Сөйтіп 1 жыл көрмеуге енді сондай имканиятлар жаратылып тұрған уақытта соған разы болып жатырмыз. Баламам полный вперед деп жатыпты. Соның үшін кете берің деген мәністе, соның үшін еш уақытта қарсылық болмаған, Балам болмайды деп. күнсі де көнеді, көнбесі де көнеді дең. Сол енді 1 жыл давамында көрмеді, 5 жас уақытында тастап кеткенмін. Сол даже 5-ке шықпай тұрған уақытта тастап кеткенмін да 1 жылға. Өзіңіз де қатты сағынған болсаңыз керек. Әлбетте. 1 жыл сонда оқисыз, демалыс күндері қайтасыз, яғни 3 ай каникул беріледі ма? Қандай ойда? Оқулар көбірек магистратурада еркін расписаниеде болатын еді. Хаптада 2 мәрте, кей кездерде азанда болса, кей кездерде түстен кейін болатын еді. Яғни әрбір студенттің өз үстінде жұмыс істеуіне көп уақыт ажыратылған. Лекция сабақтарымыз сол хаптада 2-3 мәрте болып, біздерге диссертация жазуға жазғы период тұрыс келді. Соқта. Көп ауылға қайтып, семьянам көруге болады, бірақ оқу өзі 1 жылдық, 1,5 жылдық болғаннан кейін көбірек тез сол диссертациямен шұғылдану керек дегендей уақытымыз тежеңкіреп. Қайтпадыңыз ауылға? Қайтпадық. Хамесін 1 болып қайттыңыз. Жаңа айтып отырсыз ғой, еркін расписание, 1-2 күн оқимыз, қалған күндері бос. Өзіңіздің үстіңізде істеуге ең бастағы уақытлары немен бәнд болдыңыз? Мәселен, сырт елге бардыңыз енді. Барбір сырт елдің мәдениетіменен де, қаласымен де танысқыңыз келеді. Әлбетте, бірінші барған уақытларымызда жүдә масласу қиын болады. Себебі ватан сағынышы, семья сағынышы дегендей масласу қиын болды. 2 аптедей масласуға уақыт кетті. Библиотекаларын үйренуге уақыт кетті біздерде. Қаланы үйреніп шығуға, олардың үрпәдетлері ұлыма басқаша. Соларды үйренуге уақыт кетіп, мұғалімдермен танысуға, университетлерді, Хамде бұндай имканият 1 мәрте берілгеннен кейін хамме қалаларын айланып келуге харекет еттік та. Сол Бристолға неше мәрте қыдырып бардық. Сол басқа да қалаларына, дарияның бойларына барып қыдырып, сол уақытларымызды мазмұнлы өткеруге харекет еттік. Қандай жақсы. Сіздер шет елде білім алуға шешім қабыл еткен уақытыңызда қайсы мемлекет сізге ең үлкен мотивация берген? Мәселен, жаңа топ 300-200 мемлекет арасынан сайлауға қайсы мемлекет мотивация берді? Өзі кіші кезімнен сол инглиз тілі пәніне қызыққаным үшін хақиқи англичанларды көру қатты бір арманым болған. Соның үшін Америка һәм сол Ұлыбритания мемлекетін постоянно бір неменен күзететін едім, олар хақында информацияларды қызығушылықпенен. И сол кеш болса да сол арманға жетісіп Ұлыбритания мемлекетін сайлағанмын. Сіз айттыңыз, кішкентайымнан нені хақиқи инглизларды көргім келетін еді. Америкаға тапсырдым. Зор кетірің, солай. Тикарынан сол кіші кезімнен английскіге қатты қызыққанмын. Америка һәм Ұлыбритания мемлекетлері не бару жүдә балалық уақытымнан арманым болған. Кеш болса да сол арманға жетіскенімде қатты қуанғанмын. Осы мемлекетлердің тәлім беру системасы, оларды бақылау системалары менің қатым тартқан. И және инглиз тіліндегі акцентлары. Британия акценті жүдә қиын болады түсінуге. И осы тілде сөйлеуім америкалық акценттан жүдә басқаша. И сұсатқа адам қызыққанмын. Әттекі. И соны сол жақта көріп, соларға еліклеп, айтып көріп, үйренгенмен бос уақытларымда. Қандай жақсы. Тез сол бағыты бойынша Британ университетлерінде оқу тәжірибесі сізге қандай жаңа қарас һәм жауапкершілікті жүктеді? Жүдә орынлы сұрау деп ойлаймын. Бірінші нәубетте бұл жерде педагогик методлары жүдә басқаша болып есептелінеді. Хамде сол университетлерінің Британия университетлерінде, яғни оқытушы студенттің өмірінде, яғни жол көрсетуші болып есептелінеді. Яғни 10% өмірінде рөл ойнайды. Ал бұл жерде студентлер өз бетінше көбірек ізленуі, яғни сол кереклі болған материалдарды өзінде көп ізленіп, соны ізертлеп,
мағлұматларды өз бетінше көбірек жұмыс істеуі менен көзге тасланды. Һәм сол нәрсеге біздерді үйретті деп айта аламын. Яғни сол өз бетімше көбірек жұмыс істеп, яғни гайдинг дейді ғой, яғни сол жол көрсетуші болып, қазір біздер сол оқушыларда соны істеп жатырмыз деп айта аламын. Жақсы. Қолданып жатырмыз. Қазір шет елде оқып келіп жатырған сол Ұлыбритания, Америка, Лондон деп айтамыз ғой. Алдын бір 10 жылдықта біздер де кішкентай уақытымызда ескемсе, Лондон, Париж деп басқаша таңқаларлық неменен эмоциялармен қабыл алатын едік та. Ал қазір болса жас қана мектеп оқушылары барып келіп жатырған, оқып келіп жатырған дәуірдеміз, Құдайға шүкір. Ал қазір сіз өзіңіздің дәуіріңіздегі балалық уақытларыңыздағы Гүлсәнем, Гүлназды қазіргі оқушы жастар менен, қызлар менен қалай салыстыра аласыз? Олардың білім алу дәрежесі, мемлекет тарапынан беріліп жатырған имканиятлар, бағыты. Қазіргі оқушылар біздердің балалықта оқушыларымыздан жүдә фарқ қылады. Олардың өзінің анық мақсатлары бар. Кіші кезінен уже кім болуды қалайды, қайсы мемлекеттерде оқығысы келеді, жүдә хәуісім келеді. Бұған және ойлаймын, мемлекетімізде жастар үшін жаратылған имканиятларым себепші болып жатырды деп ойлаймын. Себебі олар балаларға түрткі болып жатырды. Сол мақсатларыңыздан қорықпаң, арзу етуге қорықпаң, давам етің. Шетел университеттерінде оқығыңыз келсе, міне мемлекет сіздерге имканият жаратып жатырды, пайдаланың дегендей бір үлкен мотивация беріп жатыр балаларға. Міне өзімізде де қазір мектебімізде 7-ші класслар оқушылар, например, сертификатлар алып жатырды, IELTS, multi-level сертификатлары. Көріп хәуісіміз келеді, и оларды оқытқанда өзімізім энергия аламыз олардың әрекеттерінен. Мемлекет тарапынан жаратылып атырған мүмкіншіліктер жастарды өз үстінде істеуге қай дәрежеде итермелемекте? Жүдә көп есіктер ашылған деп ойлаймын жастар үшін. Оқиман, білім аламан, шетелде оқып келемен, мемлекетіме инвесторларды шақыраман десе, мемлекет қолдап қуатлап жатырды. Һәм жастар қазір сол имканиятлардан максимал дәрежеде пайдалануға харекет етіп жатырды. Олар бақытлы жастар деп айтсақ болады. Себебі бұрынғы замандағы жастар мен қазіргі жастар жүдә фарқ қылады. Гүлназ айтып өтіп кеткендей, сол имканиятлар шексіз. Тіл білсе, ел көре алады, сондай. Бүгінгі реформалар шеңберінде қызлар һәм хаяллар үшін жаратылып атырған білім беру мүмкіншіліктері қандай баха бересіз? Білім беру мүмкіншіліктеріне қандай баха берер едіңіз? Хаяллар үшін. Хаял қызлардың орны, қазір президентіміз атап өтіп жатқандай, орны жүдәям кіреулі болып жатырды. Бірінші нәубетте хаял қызларымыз үшін өзіміздің университетлерде, яғни бесплатный магистратурада оқу имканияты жаратылған. Жүдә жақсы реформа болып есептелінеді. Һәмде міне мәселен біздер жасымыз әдеуірге барып қалды, да енді. Әдеуірге барғанға ұқсамайды бірақ. Әдеуірге барып қалса, біздер шетелде оқып келуімізге Әлбетте мемлекетіміз себепші. Мемлекет себепші болды деп есептеймін. Сол хаял қызларымызға сондай дәрежеде имканиятлар жақсы рауажланып жатырды. Жаңа мисс Гүлназ айтып өткендей, STEM пәндерден жүдә қолданып жатырды. Сол орынлары кіреулі һәмде хәмеше содан пайдаланып, стипендиантларымыз көбейіп жатырды. Хаял қызлар гендер теңлігін жүдә жоғары дәрежеге алып шығып жатырды қазіргі уақытта. Әлбетте. Сол шет елге барып оқып келдіңіз. Шет елдегі ең бір қызық болған уақия өміріңізде, ядыңызда қаларлықтай. Қандай уақия еді? Менде енді мұғалім болса да инглиз тілінде қиналған ба деп айтуым мүмкін енді, егер оқушыларым көріп қалса. Бірақ сол барған уақытымда университетте бір апта давамында жаңағы бір профессорымыздың английский акцентін түсінбегенмен. Қатты қиналғанман, адаптация болған. Олардың native language олар. Олардың өзінде әрбір районның өзінің даже несі бар? Шева акценті бар. Например, Манчестер ұлыма басқаша, Лондондық ұлыма көкіне акцентларды көп естісең. Сондай зат болған. И кейін сабақтан кейін сол сәл эмоциональныймын, жылағанмын. Сөйтіп курста бірге оқушы студентлер поддержка беріп, кейін профессорға айтып,
кейін адаптация басталған уже. Одан кейін уже көп сыртта жүріп, сөйлесіп, сондай болған бірақ. Біздерде Наурыз байрамын байрамладық университетімізде. Милли ауқатларымызды пісіріп, өздеріміздің хаме студенттерді, шетелдік студенттерге Наурыз байрамын біздерде қайтып байрамлайды, соны көрсетіп беру үшін сондай жаңағы ивент өткіздік. Хамде өзлеріміз қолдарымызбен манты пісіріп апардық. Кейін манты Асқабақтан болды. Кейін өзіміздің профессорымыз келіп сөйді бір тарелка толы манты тұр еді. Сол хамес Жеп қойды ма? Мағандай жеп қойды. Сөйтіп манты, майек бүрек, пирожки пісіріп апардық, самса пісіріп апардық да. Ең қызықлы болған уақия ұстазым, өзімнің руководителім, яғни ілімі басшым. Мынау қандай ауқат деп соны сұрап, ішінде не бар, ішінде Асқабақ бар деп түсіндіріп бердік. Сөйтіп кейін бір тарелка салып, сөйтіп міне жеп қойдым деп тарелкасын әкеп жатырды да, сөйтіп мазалы болған екен, мантыңыз рахмет деп соқта қуанып қалды. Бірақ біздер үшін ол білмеймін, қызық түйілді. Хамеміз күліп, еш нәрсеміз қалмады ғой біздердің деп хамеміз іздеп жүрміз да. Сол өздеріміздің Өзбекстан студентлеріне, сол біздер үшін сол қызық болды. Енді уақиялар дым көп, енді әрқайсысын әзір еслеп отыруға уақыт кетіп қалады да. Қандай жақсы. Мәселен, Эл-Йорт фондын ұтып алдыңыз сіздер, иә? Грант ұтып алдыңыз. Неше адам болып, состав болып бөлініп кеттіңіз, мәселен, сіздің университетіңізге? Ол кезде Брistol университетіне жүда кем оқушылар, студенттер тапсырады екен Өзбекстаннан, бірақ қазір көбейіп жатыр да бакалавр басқышына. Магистратураға біз Өзбекстаннан 2 адам едік, Арзугүл Гаибова деген, олан блогер еді. Оны Инстаграмнан тауып алып, кейін онымен сөйлесіп, бір-бірімізге жүда поддержка беріп тұрғанбыз. Себебі тек қана екеуміз үлкен бір қалада. Бірақ бізге салыстырғанда сәлемдер жүда әуметлі болған. Көп адам болып кеттіңіз. Біздерде University of Rising'да 7 өзбекстандық студенттер, біздердің именно бір курста 7 өзбекстан студенті оқыдық. Хаммесі әр түрлі Олдаяттан, Ферганнан, Наманган, Андижаннан бар, хамде Ташкент қаласынан бар еді. Хамеміз яғни ұл балаларым бар ішінде. Ұл балалар бөлек неде тұратығын еді, яғни accommodation жаңағы бөлек квартирада біздер сол Өзбекстанның қыздарыменен бір неде жасағанбыз. Ақырына шейін бірге болып, бірге сөйлесіп, хамеміз бірге экзамендарға бірге даярланатығын едік. Кім қандай бақа алды, не қылды, өттік па, өтпедік па, қиналып, жылаған, күлген уақытам жүдем көп болды. Барып оқып, семестрді жұмақлап, ауылға қайтатын уақытта қандай жауапкершілік болды сіздерге? Мақсатымыз сол, яғни интервью берілген уақытта, біздер бір жыл алдын конкурстан өтіп жатырған уақытымызда сол алып келген білімлерімізді оқушыларда пайдаланамыз. Хамде мемлекетімізге енді 100%, яғни көп нәтиже көрсете алмасам, аз ғана 10%, 20% көрсеттік деп айта алман. Сол білімлерімізді оқушыларымызда қолаймыз деп сөз бергенбіз, яғни сол интервьюда өтілген. Хамде сол алған білімлеріміздің хаммесін елеге шекем қоланып кетірміз. Яғни көз қарасымыздан басқаша өзгертілген, оқу процессларым жүда жоғары талапта болған. Соларды оқушыларда, яғни research based болады, ол жақларда оқу. Сол research based'ді яғни сүйердегі мектеплерде пайдалануға харекет етіп деп ойлаймын. Сол үлкен бір жұмыслардың бірі деп ойлаймын. Қандай жақсы. Негізі сол фонд арқылы барып оқып келген студенттерден талап етілетұғын, мемлекеттің талап ететұғын нәрсесі неде? Мәселен, сіздер қалайсыз, сол жақта оқып, сол жақта қалып қоюды қалайтын жастар болады. Оларды қалдырады ма? Яки мемлекетке келіп өзінің алдында борышын дейді ғой, әмеле асыру керек па? Эл-Йорт Умиды фондының талапларынан бірі бұл үш жақлама шартнама болады. Яғни бұл шартнамаға көре әрбір студент сол өзінің оқу басқышын жұмақлағаннан кейін өз еліне қайтып магистратура яки бакалавр басқышына қарап
істеп беретін жылдары бар. Мәселен, магистратура басқышын бітіргендер үшін бұл 3 жыл, адаспасам. 3 жыл істеу керек болады. И сол 3 жылда және активны болып, қандай өзгесі қуатырыпты, соларды айтып, и жыл дауымында сол ел-йұрт біткерушілері менен ұшасулар шүркеместіріп, көп жойбарларда қатынасу талап етеді. Ел-йұрт умиды фондына еліге шешім қабыл ете алмай атырған жастарға не айта аласыз? Мәселен, ойланып жүргелер, қорқып жүргелер. Көп жастарда қазір шет елге барып оқуға қорқатуын жастар бар арасында. Қандай болады, ояқтың жәмиеті қандай, жасауға қорқатулар. Сол жаңа профессорларынан қорқатулар, білім дәрежесінен қорқатулар. Жаңа айтып отырсыз, бастағы 1-2 аптеде солардың шеваларын түсінбей жылаған уақытларым болған деп. Әлбетте, олардың бәрі өзіңнің қолыңда негізі өтіп кетеді ол нәрсе. Ізленсең, үйренсең, сол жастарға не айта аласыз? Қандай мотивация бере аласыз? Дұрыс. Жастар, яғни сол келешекте оқиман деп атырған жастар, еш нәрседен қорықпай алға басуын тілеп қаламыз. Яғни қандай да бір жәрдем керек болса, яғни сол маслихатым шетелде, мәселен сол шетелде оқып келген жаңағы ол бәлкім ұстаз бола ма, мысалы медицина тарауында врач болады ма, солар менен саубетлесіп, қандай тосқынлықтар болады, яғни сол не өтеді, экспириенсларын бөлісу, яғни тәжірибелерін бөлісетұғын менторларды тауса мақсатке муафық болады. Себебі бәрібір бірден барсаң, яғни сондай шоковый состояниялар болып қалуы мүмкін, тосқынлықтар болады, қиыншылықтарды қалай жеңіп өтуге болады. Яғни соларды менен маслихатласып, үйреніп, процессларды көріп, қандай болады хамесін үйреніп шықса жақсы болады. Әлбетте, дұрыс айтасыз. Сіздердің ойыңызда болған ма, мәселен, сол фондтан грант ұтып алмай тұрып, мен әлбетте ұтаман, шетелге барып оқиман деген. Мәселен, мақсат қойыла береді, бірақ әмелге асу бәрібір не дейді ғой, инглиз тілінде 50-50 дейді ғой. Қандай болған? Алдын ала көп гранттарға тапсырғанмын. Жауап келмеген. Жауап келмеген, яки болмасам бірінші басқыштан өтесең, екінші саралау дейді ғой, басқышынан өте алмай қалған уақытларым болған. Сол уақытта уже мотивация сөніп кетеді. Сол мен сіздерден алып қала затым, сондай жастар бар да, біз тапсырдық, бар нәтиже жоқ. Негізі ондай болмайды. Бір тапсырсаң, 2 тапсырсаң, қалесең 10 мәртеге шеген барасаң, бірақ мақсатыңнен қайтпасаң, әлбетте сол нәтижеге ерсесің. Олар жұмыстай қалдық. Студент байтымыздан басылғанбыз негізі біздер. Студент дәуірінен басыланған біздерде 2003 жылдан бері бар да ол зат. Біздердің группамыздағылардың хаммесі дерлік почти 60% шетелде оқып келген. Біреуі Японияда, біреуі Кореяда оқып келген. Сол дәуірден бері, 2003-тен бері сол зат біздерде бар. Сол не себептен екен 2021 жылы, 22-23 жылдары оқып қайтқанбыз да. Okay, goals big and small can be the stepping stones to get anywhere worthwhile. Сіздерде инглиз тілінде жастар үшін осы жерде ажайып бір мотивацияларыңызды ескіміз келеді. Жастарға айтарым, сол өзіңізде ісіңлер, көбірек малуматтар алыңлар, екіленбей. In English, please. In English ba? Yes. Okay. So guys, don't give up or try to chase your dreams and it will definitely come true. So if you need any support or help or any advice, we are here to help you. Yep. So go ahead. Wow. Come and join us. Never give up. Wow. You are a Sri Lankan nation, yes? Sri Lankan nation. Thank you. Рахмет. Сондай бір қымбатлы уақытларыңызды біз үшін ажыратқаныңыз үшін, біздің күнде лайк подкастымыздың ықыласпенттері үшін ажыратқаныңыз үшін. Бұл күнде лайк подкасты және ортамызда сіздің жеке өміріңіз, тұрмысыңыз, келіндік уақытларыңызбенен бөліскіміз келеді, һәм бос уақытыңызда Құда қаласа және бір мәрте көрсеміз деген үміттеміз. Бұл күнде лайк подкасты. Хош, сау, саламат болың. Көріскенше.